Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын төрт сөйлем бір сөз әдісі бойынша берілген суреттер арқылы анықтаймыз. Барлығымыз тақтадағы суретке назар аударайық. Оқушылар, бүгінгі тақырып қандай деп ойлайсыңдар? Кімде қандай ой бар? Өте жақсы. Сонымен бүгінгі өтетін біздің сабағымыздың тақырыбы климат пен табиғат. Сабағымыздың оқу мақсаты проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді жауап беру. Өз жауабыңызды өзгенің жауабымен салыстырыңыз, талқылаңыз. Жалғаулар мен шылаулардың ерекшелігін ескере отырып, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазыңыз. Енді оқушылар, жаңа тақырыпқа байланысты ой түрткі сұрақтарына жауап берейік. Климат дегеніміз не? Ол туралы не білесің? Сенің туған жеріңнің табиғаты қандай? Сен тұратын жерде қандай климаттық өзгерістер болады? Жауап берген болсақ, мына жауаптармен салыстырамыз. Климат дегеніміз белгілі бір жердің географиялық ерекшелігін танытатын ауа райының көп жылғы жағдайы. Маңғыстау табиғаты әралуан, шөлді, аптапты ыстық жазы, өткір желді қысы бар, сусылдаған құмы мен сылдырап аққан бұлағы қатар кездесетін таңғажайып өлке. Бізде өсімдіктерден жусан, жантақ, ебелек өседі. Жануарлардан қарақұйрық, ақбөкен, арқар кездеседі. Климатымызда көп өзгеріс болмайды. Көбіне құрғақ, шаң. 3 жылдыққа қарағанда, биыл жаз мезгілінде 40 градустан жоғары қатты ыстық болды. Өте жақсы оқушылар. Енді бүгінгі біз сабағымыздың негізгі бөліміне көшейік. Екінші тапсырма. Мәтінді мұқият тыңдаңыз. Тыңдалған мәтінмен берілген суреттерді байланыстырып, проблемалық сұрақтарға жауап жазыңыз. Еліміздің экологиялық проблемалары. Экологияның күрт нашарлап кетуі адамдардың табиғатқа антропогендік әсер етуінен болып отыр. Атмосферадағы көмір қышқыл газдардың концентрациясының артуына байланысты климат өзгеріп, температураның жоғарылауына әкеліп соғады. Энергия көзі ретінде көмір, мұнай, табиғи газды пайдалану нәтижесінде және машиналардың көбейіп, индустриялық революцияның өркендеуіне байланысты бұл процесс тезірек жүреді. Жер планетасындағы атмосфераның температурасы артатын болса, планетаның көптеген бөліктерінде құрғақшылық болады. Басқа жерлерде жаңбыр көп жауып, жерді топан су қаптайды. Полюстегі мәңгі мұздар еріп, аралдар мен жағалауларды, мұхиттар мен теңіз сулары басып кетеді. Ауыл шаруашылығы өнімі нашарлап, халықтар мекенін тастап, күнкөрістің қамымен басқа жерлерге көшеді. Табиғатты қорғау мәселесі бүкіл дүниежүзілік проблемаға айналуда. Экологиялық проблема дегенде ең алдымен Арал, Балқаш, Каспий, Семей қасіреттері еске түседі. Адам мен табиғаттың қарым-қатынасын жақсартуға бағытталған шара, табиғат байлықтарын тұтынуды, ақылға сыйымды мөлшерде өзіне өзі шек қою. Сондықтан біз табиғатты аялай білейік. Сіздерге берілетін проблемалық сұрақтар. Экологияның нашарлауына не себеп? Климат өзгерісі неге әкеліп соқтырады? Ненің салдарынан құрғақшылық болады? Топан су қаптау мүмкін бе? Бағалау критерийі. Проблемалық сұрақтарға деректер арқылы дәлелді жауап береді. Өз жауабын өзгелердің жауабымен салыстырып талқылайды. Дескриптор. Сұрақтарға мәтіннен деректер келтіреді. Өзгенің жауабын өз ойымен салыстырады, пікірін білдіріп, талқыға түседі. Сұрақтарға жауап берген болсақ,
мына жауаптармен салыстырамыз. Сұрақ: экологияның нашарлауына не себеп? Жауабы: экологияның күрт нашарлап кетуі адамдардың табиғатқа антропогендік әсер етуінен болып отыр. Климат өзгерісі неге әкеліп соқтырады? Атмосферада көмірқышқыл газдардың концентрациясының артуына байланысты климат өзгеріп, температураның жоғарылауына әкеліп соғады. Ненің салдарынан құрғақшылық болады? Топан су қаптауы мүмкін бе? Жер планетасында атмосфераның температурасы артатын болса, планетаның көптеген бөліктерінде құрғақшылық болады. Басқа жерлерде жаңбыр көп жауып, жерді топан су қаптайды. Өте жақсы оқушылар, олай болса келесі тапсырмаға назар аударайық. Үшінші тапсырма: шылаулар орфографиялық нормаға сай жазылған екі сөйлем жазыңыз. Бағалау критерийі: сөйлемді сабақ тақырыбымен байланыстыра алады. Дескриптор: сөйлемдер құрады, орфографиялық норманы ескереді. Бірінші сөйлем: қазақ халқы ертеден-ақ ауа райын бақылаудың қарапайым әдіс-тәсілін білген. Бұл сөйлемде ертеден-ақ сөзінде ақ демеулік шылауы өзінен бұрын тұрған сөзбен дефис арқылы жазылып тұр. Екінші сөйлем: Маңғыстау таулы, сортаңды және бұлақты өлке. Бұл жерде және шылауы бірыңғай мүшелері бар сөздерді байланыстырып тұр. Ал енді оқушылар, бүгінгі сабағымызды тест орындау арқылы қорытындылайтын боламыз. Бірінші сұрақ: климат дегеніміз не? Жауабы: белгілі бір жердің географиялық ерекшелігін танытатын ауа райының көп жылғы жағдайы. Екінші: тілімізде ақ, ау, мыс, міс, д шылауы өзінен бұрын тұрған сөзге дефис арқылы жазылады. Үшінші: бүгінгі сабағымызға байланысты табиғат сөзінің маңызы. Жауабы: жаратылыс, табиғат жағдайының жиынтығы. Төртінші: ме, бе, пе шылауы жіктік жалғауының алдынан жазылып, ме, б, п болып өзгереді. Үйге тапсырма: кестедегі берілген көкек, өрмекші, тағы да басқа құстар мен жәндіктерді іс-әрекетіне қарай сәйкестендіреміз. Бағалау критерийі: мәтіндегі негізгі ақпараттарды іріктейді. Дескриптор: кесте бойынша берілген ақпараттарды іріктейді, сөздер мен сөйлемдерді бір-бірімен сәйкестендіреді. Бүгінгі сабаққа белсене қатысқандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.